Benzin құйып алайық. Әйтеуір елдің бәрі ТС-ке жақсы дейді ғой. 95 именно. 92-сі де жақсы шығар енді, мен білмеймін. 92 құймағаннан кейін. Ассалаумалейкум. 95 осыда ма? Да, 95 осыда. Қалайсыздар? Жақсы, өздеріңіз шашылмай жүрасыздар ма? Жақсы. 95 қойыңызшы. Бағыңыздар. Азеке, одан кейін сізде 1 минутқа уақыт бөлмей аласыз ба? Болады. Мен бұлау бірітті сіздің ықпалыңыз сезді ғой осы неде? Бір видео түсіріп отырмын, сізге кедергі келтірмейді, Жоқ, келтірмейді. Ага, подписчиксіз ғой? Подписчик. Иә. Айта беріңіз. Өткенде декабрьде мынандай случай болған еді менде. Аха. Башқұрт Жүсіп Түркістан облысына кетіп баратқан кезде, Башқұрт Жүсіп ауылына жетпей мені шериф Трассадағы екин патруль. Патрульдер түсіріп, штраф салып жіберген. Өйткені заңсыз қылып та. Мен де мысалы трасса 110 болатын болса, мен ол жерде 84-пен кетіп баратқанмын. Семьям, жанұяммен кетіп баратқан кезде. Башқұрт Жүсіпке жетпей. Трассаның бойында түсіріп та елді мекеннің ішіне кіргізіп, 84-пен келе жатыр деп елді мекеннің ішіне кіргізіп штраф салып жіберген ол маған. Население пункті 84-пен жүріп өтті деп. Өйткені өзі жетпегеніңізді дәлелдеп бердіңіз? Дәлелдеп бердім. Одан кейін өтініш арқылы сіздің көмегіңізбен өтініш арқылы жазып, бағана штрафтарды аннулировать ету ғой, қаулыны тоқтату. Жеке сот орындаушыға өтіп кетті ма? Жеке сот орындаушыға өткізіп жіберген. Оған барып енді сол қаулыны көрсетесіз? Қаулыны көрсетем. Осы Осы неде декабрьде болған нем, осы қаулысы осы жақында шықты ғой. Бала шағалысыз ба? Бала шаға. Машалла, бала шағаң резі болдым мен. 4 бала шағам. Білімді болсаңыз болды. Міне, құрметті оқырмандар, не обязательно заңгер болу. ТС заправкасында жаңа пистолет құятын, иә? Атыңыз? Нұрғали болады. Нұрғали екен. Бала шағалы, міне, өтінішпен жазған, заңсыздығын дәлелдеген, анализ еткен, проблема жоқ. Мұны қаулымен енді ненің бәрін, аресттің бәрін шешті. Шешті, иә? Молодец. Молодец, сөйтіп, дамый беріңіздер. Рахмет сіздерге де, сіздердің көмектеріңіз көп дейді. Рахмет, сау болыңыздар. Жақсы.